Ағылшын тілінде сөздер үйрену мақсатында мына Эзоптың арыстан мен тышқан деген мысал ертегісін оқиық. The Lion and the Mouse. Арыстан мен тышқан. A lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. Арыстан орманда ұйықтап кетті, ұйықтады. Lay asleep. Өзінің үлкен басын аяқ табанына қойып, ұйықтап кетті, ұйықтап қалды деп аударуға болады. A timid little mouse came upon him unexpectedly, and in her frightened haste to get away, ran across the lion's nose. Үркек, қорқақ, timid деген сөз сол мағынаны білдіреді. Үркек, қорқақ, кішкентай тышқан арыстанның жанына, came upon him деген келіп қалды, жанына келіп қалды. Қалай келіп қалды? Unexpectedly, байқамастан келіп қалды. Сөйтті де in her frightened haste деген өзі қорққаннан және асығыстан қашамын деп to get away деген қашу, кету дегенді білдіреді. Run across the lion's nose. Арыстанның мұрнының үстінен жүгіріп өтті. Roused from his nap, the lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her. Ұйқысынан оянып кеткен арыстан, яғни ұйқысынан оянған арыстан, аяқта үлкен, huge paw, үлкен сондай аяқ табанымен кішкентай, tiny creature деген кішкентай жаратылысқа ашуланып, оны өлтірмекке табанымен басып қалды дейді. Spare me, begged the poor mouse. Мені босатшы деп бейшара тышқан жалына сұрады. Please let me go and someday I will surely repay you. Өтінемін, мені жіберші. Және бір күні someday мен саған міндетті түрде, сенімді түрде дегенді білдіреді. Surely жақсылығыңды қайтарамын. Repay you. The lion was much amused to think that the mouse could ever help him. Арыстан сол кезде тышқанның оған қалай көмектесетінін ойланып, таң қалған кейіп танытты. Яғни таң қалды дейді. But he was generous and finally let the mouse go. Бірақ ол кең болды да ең соңында әйтеуір тышқанды жіберді. Келесі. Some days later, while stalking his prey in the forest, the lion was caught in the toils of a hunter's net. Біраз күннен соң орманда өзінің жаңағы олжасының артынан жүгіремін, қуамын деп жүріп арыстан аңшының торына байланып ұсталып қалды. Caught in the toils of a hunter's net деген негізі аңшының торы, бірақ toil дегенде тор дегенді білдіреді. Caught in the toils деген қатты түсіп қалды, қақпанына түсіп қалды деген мағынаны білдіреді. Caught in the toils of a hunter's net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. Able деген сөз шамасы келу дегенді білдіреді, ал unable деген шамасы келмеу. Яғни өзін босатуға шамасы келмей, ол орманды өзінің сондай ашулы, ақырған дауысымен орманды толтырды дейді. Fill деген толтыру, яғни бүкіл орманға ақырып айқайлады дегенді білдіреді. The mouse knew the voice and quickly found the lion struggling in the net. Тышқан оның даусын білетін және бірден, quickly деген бірдестен, тез дегенді білдіреді. Бірден арыстанның торда арпалысып жатқанын тез тапты. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted, and soon the lion was free. Жүгіріп келіп, қайда жүгіріп келіп дейді, арыстанды байлап тастаған, the bound him деген байлап, шектеп тастаған үлкен жіптің біріне келіп, ол жаңағы сол жіп арқан үзілгенше кемірді де, сол кезде барып жақын арада, сун деген жақын арада арыстан босады дейді. Ары қарай текстті мәтінді жалғастырамыз. You laughed when I said I would repay you, said the mouse. Мен саған жақсылығыңды қайтарамын деген кезде күліп едің. You laughed, күліп едің, деді тышқан. Now you see that even a mouse can help a lion. Бірақ қазір сен көріп тұрсың. Тышқанның өзі де арыстанға көмектесе алатынын көріп тұрсың, деп аударсақ болады сөйлемді. A kindness is never wasted. Kindness деген мейірімділік, жақсылық деген сөз.
waste деген зая кету, құрту дегенді білдіреді. Ал never wasted деген ешқашан зая кетпейді, ешқашан құртылмайды деп аударуға болады. Яғни мейірімділік ешқашан зая кетпейді деп аударуға болады. Сонымен біз осы сабақта Эзоптың арыстан мен тышқан деген мысалын аудардық және көптеген жаңа сөздермен таныстық.